курс кімдерге керек? Кімдер бұны ішсе болады деген сіздерде сұрақ болады. Ол курсты өтінде тасы бар адамдардан басқасын бәріне ішуге болады. Өтінде тасы бар адамдарға бұл курсты қолдануға болмайды. Оларға тек қолдаушы терапия ғана жүргізіледі. Енді бұл терапияны қай уақытта жүргізу керек деген сіздерде сұрақ туады. Бірінші, ол көктемнің бастапқы айларында, март-апрельде, ал күздің соңғы айларында, қазан-қараша айларында жүргізу керек. Сіздерде тағы да сұрақ болуы мүмкін. Бұл курсты қанша уақыт жүргізу керек деген. Бұл курсты 10-14 күн жүргізу керек. Бірақ бұл да нақты қатып қалған қағида емес. Егер де біз қандай көрсеткішке қараймыз? Үлкен дәрет